Құрметті ата-аналар және түлектер, 25 мамыр күні өңіріміздің барлық мектептерінде оқу жылының аяқталуына арналған соңғы қоңырау іс-шарасы өткізіледі. Осы шара барысында полиция органдары қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдайтын болады. Ішкі істер министрінің тапсырмасына сай әрбір оқу орнына жауапты полиция қызметкері бекітілді. Патрульдік жасақтар іс-шаралар өткізілетін орындарға барынша жақын болады. Соңғы жылдардағы тәжірибеге сүйенсек, мектептердегі соңғы қоңыраулар аяқталғаннан кейін ата-аналардың рұқсаты көптеген түлектер іс-шараларды өз бетінше жалғастырады. Өкінішке орай, жасөспірімдердің көлік тізгіндеуі қайғылы оқиғаларға әкеліп жатады. Одан бөлек, ата-аналардың бақылауынсыз балалар тыйым салынған жерлерде суға түсіп жатады. Өткен жылы мұндай фактілер Маңғыстау өңірінде де орын алды. Осыны ескере отырып, құрметті ата-аналар және білім беру мекемелерінің басшылары, сіздерден балаларыңыздың келеңсіз жағдайларға ұшырамауы үшін сақтық шараларды қатаң ұстануларыңыз сұралады. Сонымен қатар түлектердің жүріс-тұрысын жете қадағалауларыңызды сұраймыз.